қарбаласпен басталды. Қатарынан 6 сабағым бар. Түстен кейін ата-аналар жиналысы. Мені әкімшіліктен бір қыз іздегенін айтты. Күні бойғы жұмыс, әкімшіліктегі ой салар тапсырма жанымды жай таптырмады. Білетінмін. 10 шақты жылдан бері елімізде республикалық мерейлі отбасы байқауы болып жататын. Шыны керек, мен оған онша мән бермеппін. Бүгінгі әкімшіліктен келген қызбен сөйлескен соң қатты ойландым. Отбасы шағын мемлекет. Әрбір жанұя отбасы құндылықтары мен ойларын ортаға салып, өнеге берер істерімен бөлісіп жатса, ғанибет емес пе? Мерейлі отбасы байқауына сіздер мұғалімдер династиясы болып қатыссаңыздар керемет болар еді деген ой байқауға қатысуымызға үлкен себепкер болды. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. 2025 жылғы республикалық мерейлі отбасы байқауына Алматы қаласы бойынша қатысып, жеңімпаз отбасы атандық. Осы мерейі тасыған мерейлі отбасы YouTube арнасын ашуыма себепкер болды. Бұл жас отбасыларға үлгі аларлық септігі тисе, нұр үстіне нұр болар еді. Қазақтың мынадай аталы сөзі бар: үйлену оңай, үй болу қиын. Иә, үй болу, отбасының негізін қалау оңай шаруа емес. Қазақтың әрбір отбасының негізгі қағидасы үлкенді сыйлау, құрмет көрсету. Кішіге ізет болса, отбасы жаман болмайды. Қазақтың салт дәстүрі, ырым, тыйым сөздері електен өткен философиялық қағида. Соны басшылыққа алған қазақтың әрбір жанұясы үлгі аларлық отбасы. Сүйіспеншілік пен ынтымақтастықтың ошағы отбасымыз аман, төрт құбыламыз тең болсын.